Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қазақ халқым. Мен Жаңаөзен қаласы Махамбетов Ғазиз. Қазіргі таңда мынау Алматы қаласына келген жайымыз бар. Келген себебіміз мынау Жанболат Мамай бауырымызды бәріңіз білесіз, бүкіл қазақ қарап отыр. Сол азаматты қолдап келдік біздер. Қазір соты болып жатыр. Мынау Жанболат Мамай жайлы айтатын болсам, қазаққа бір туар азамат деп есептеймін. Өте білімді, сауатты, елін, халқын, жерін ойлайтын азамат. Сол себепті бұндай ер азаматты бүкіл қазақ халқын, елімізді қолдауға шақырамын. Қолдайық. Мынандай азаматымызды биліктің құйтырқы әрекеттеріне, қысымына беріп қойып, біздер қарап отыра алмаймыз. Сол себепті келіп, қолдау білдіріп жатырмыз Жанболат Мамайға. Мына енді бұл биліктегілерді білмедім мен, енді қалай екен, жаңа Қазақстан дейді, анау дейді, мынау дейді. Бұл қазір адамдар ақымақ емес, бәрін көріп біліп отыр. Сол себепті айтқан сөзінде тұра алмағанына, уәдесінде орындай алмағанын, мен сол жөнінде қарным ашады бұл билікке. Уәде бергесін адам сол уәдені орындау керек. Жаңа Қазақстан деп қойып, саяси тұтқындардың бәрін қамап қою деген мүмкін емес бұл енді. Бұлардың бәрін бостандық беру керек. Мен солардың бостандыққа шығуын талап етем. Сосын мына Ержан Елшібаев деген бауырымыз бар. Сол Ержан Елшібаевпен мен бірге жұмыссыздық мәселесінде қозғалып, бірге жүрген азаматтың бірімін. Бұл Ержан Елшібаевқа сол жұмыс сұрап жастарға, жастар жылы, Назарбаев жастар жылы деп 2019-да солай жариялады халыққа. Сол жастарға жұмыс керек деп шыққан үшін бұның үстінен талай айыптар тағылды. Біріншісі жаңағы әкімшіліктен компьютер ұрлады деді. Оны енді ойлау қабілеті, ақыл-есі дұрыс адамның миына сыймайтын зат. Бұл әкімшіліктен қалай компьютер ұрлайды. Одан аккумулятор ұрлаған деді, бір автокөлікті ұрлаған деді. Осым түрлі айыптарды үстінен жаппақшы болып, бірақ оны дәлелдей алмай, ақыр соңында мынандай бір 2 жыл бұрынғы болып кеткен өзара болған, өз қатар құрбыларының арасындағы болған іспен іс қозғап үстіне соттады. Бұл енді Ержан Елшібаевты 5 жыл беріп соттағанымен қоймай, және үстіне тағы қосып 7 жыл, 8 жыл қылып үстіне жамап отыр. Бұл біздің Қазақстанда заң деген жоқ. Халқым, елім, соны ойлаңдар. Бұл әрбір азаматымызды, Ержанды, Жанболат Мамайды, тағысын тағы көп қой, саяси қудалауда жүрген, қамақта жатқандар. Оның бәрін үйтіп қамата беретін болсақ, біз қалай ел боламыз? Сол себепті менің айтарым, мынандай азаматтарымызды қолдайық. Бар екенімізді, тірі екенімізді білдірейік. Менің айтарым осы, бұл Жанболат Мамайға бостандық берілсін. Енді қазір біз Алматы қаласындамыз ғой. Осы Жанболат Мамайды тікелей сотына қатысамыз деген оймен келіп едік. Ол мен келген бойдан бір сағат соты 10-да деді. Біздер 10-нан 20 кеткенде келдік. Бір 5 минуттың ішінде сотын кейінге қалдырып деп, сот процесін жүргізбей қойған. Бұның астарында да бір құйтырқы әрекеттері бар да. Бұл біздер енді қылмыскер емеспіз. Біз жаңағы Тоқаевтың айтқан баяғы 20 мың террорист емеспіз. Кәдімгі шындық үшін, еліміздің, халқымыздың болашағы үшін жүрген азаматтармыз. Сол себепті әрдайым әділ жолда болайық, шындықты айтайық. Ол енді шындық айтқаннан өлтіретін болса өлтірсін, басымды кесем десе кессін. Мен осы жолымнан таймайым, осы бір жолды таңдадым. Шындықты мен әрдайым айтам. Ал енді менің айтарым осы.